Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Бірде бір мешітке 4 жат жерлік кіріпті. Намаз үстінде олардың әрқайсы әрненені ойлап, ойға шомып кетсе керекті. Bir кезде біреуі селк етіп, «Әй бауырлар, біз намаз оқып жатырмыз. Намаздың азаны айтылды ма?» деп сыбырлап сұрапты. «Тыныш, бос әңгімеңнен намазды бүлдірдің», депті екінші ұрысып. Үшінші оған қарап, «Әй пақыр, намаз үстінде басқаны емес, өзіңді түзетсең нетті?» деді кейіп. Оларды тыңдап тұрған төртінші намазын үзіп, «Мына үшеуі имансыздың тірлігін істеді. Құдайға шүкір, мен ондай емеспін» депті. Құдайдың алдында келгенде көзің соқыр болсын, құлағың саңырау болсын, тілің сақау болсын, жүректің ғана тілі сөйлесін. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.